Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін жаңа жылға тәтті бәліш әзірлейміз. Ол үшін бізге 1 жұмыртқа, 50 грамм сұйық май, 100 грамм сары май, 300 грамм ұн, 25 грамм какао, 120 грамм сахарная пудра, жарты шай қасық тұз, 1 шай қасық апельсиннің цедрасы, 1 шай қасық қопсытқыш қажет болады. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліңіздер. Алдағы менің пайдалы видеоларымды жіберіп алмас үшін. Ыдысқа барлық аталған заттарды араластырып аламыз, қамыр илейміз. Достар, сіздер жаңа жылға қандай тәтті тағам әзірлейсіздер? Сол туралы комментарий қалдырыңыздар. Бұл рецепті мен Instagram парақшасынан алдым. Жасау әдісі мен ерекше түрі мен маған ұнаған соң сіздермен бөліскім келді. Қабыл алыңыздар. Достар, менің YouTube каналымда көптеген пайдалы видеолар бар. Кіріп көріңіздер. Жалпы айта кетерім, тым тәтті бәліштерді жақсы көретін болсаңыз, қантын көбірек қоссаңыз болады. Себебі құрамындағы какао тәттісін алып қояды. Және цедраны міндетті түрде қосыңыз. Ол бәлішке ерекше дәм беріп тұрады. Қамырдың құрамында май бар болғандықтан өте икемді болып келеді. Кез келген форма жасай аласыз. Ал біз бүгін шырша бүршігінің формасын жасаймыз. Егер видеом қызық болса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Осылай қамырымызды илеп алған соң 20 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Қамырымызды алып, біркелкі етіп 16 бөлшекке бөліп аламыз. Әрбір бөлшекті домалақтап, видеодағыдай етіп, шырша бүршігінің формасын келтіреміз. Осындай тағам әзірлеген кезде балапандарыңызды шақырып, бірге жасаған әлде қайда қызықты, және балаларыңызға қуаныш сыйлайсыз. Дайын болған формаларды пышақтың дүзімен осындай сызықтар мен жаңғақ бүршіктердің түрін келтіреміз. Духовкамызды 180 градуста 10 минуттай қыздырып аламыз. Бәліштерімізді 25-30 минут пісіреміз. Мінекей бәліштеріміз дайын. Үстіне қант ұнтағын сепсеңіз болады. Құрметті достар, сіздерді жаңа жыл мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Жаңа жылда еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жанұяларыңызға бақыт, шаттық, берекет тілеймін. Менімен болғандарыңыз үшін үлкен рахмет айтамын. Ас болсын, сау болыңыздар.